Ай Балақай каналына қош келдіңдер. Біз бүгін сіздерге мынандай флаффи слайм жасауды көрсетеміз. Бастамас бұрын біздің каналға тіркел. Қанеки, уақыт бердім сіздерге. Енді лайктан аямай бас. Ал енді бастаймыз. Ол үшін бізге керекті заттар: шампунь, әкеміздің мұрт алатын көпіршігі, ПВА клей. ПВА клейдің фирмалары Alina Paint және Grand Victory. Осы екеуін алғанда сіздер слаймды тез, жақсы жасайсыз. Бұл жарнама емес, бұл әшейін эксперимент. ПВА клейдің осы екеуін алған себебіміз, біз басқаларды да алып жасап көрдік, бірақ шықпай қалды. Сондықтан біз сіздерге осы фирманың клейін ұсынамыз. Бізге тағы гуаш, жылтырақ, крем, бор қышқылы керек. Кремді сіздер қоспай қойсаңыз да болады, қоссаңыз да болады. Біз жабыспау үшін қолға біз кремді қосамыз. Ал бор қышқылын кез келген дәріханада сатып алуға болады. Бор қышқылы әртүрлі бөтелкеде болады. Олардың бәрі бола береді. Біріншіден бізге ПВА клейді табаққа құю керек. Мінеки, ПВА клейді құйып алдық. Енді біз араластырамыз. Енді көпіршікті қосамыз. Араластырамыз. Мінеки, араластырып болдық. Енді шампунь қосамыз. Айтпақшы, достар, шампуньнің қазақшасы сусабын. Енді тағы да жақсылап араластырамыз. Енді сәл-сәл крем қосамыз. Тағы да бір араластырып жібереміз. Ал енді әдемі түс таңдаймыз. Әдемі, сен қандай түс таңдайсың? Розовыйдың қазақшасын қызғылт деп айтады. Мә, ала ғой әдемі. А мен сары түсті таңдаймын. Енді жақсылап араластырамыз. Достар, сіздерге қандай түс ұнайды? Комментарияға жазып жіберіңіздер. Маған сары түс ұнайды, ал әдеміге қызғылт түс ұнайды. Енді бор қышқылын қосамыз.
Әкел әдемі, саған көмектесіп жіберейін. Араластыра қой енді. Біз енді араластыруды ұмытпаймыз. Мәні қойыланып шығып келе жатыр. Араластыру өте ауыр болды. Табаққа жабыспай келе жатқан дегеніміз ол слаймымыз дайын болып келе жатыр деген сөз. Себебі слайм жабыспайды. Тағы да бор қышқылын қосып жіберейік. Я көп әдемі. Әкеле ғой, мен көмектесіп жіберейін. Міне, біздің слаймымыз дайын болып қалайын деп қалды. Мінеки, біздің флаффи слаймымыз дайын болды. Бұның сән күштірек қылу үшін біз жылтырақты қосамыз. Енді араластырамыз. Күшті жылтырады. Бірақ сіздерге көрінбесе жылтырақ. Негізі өте әдемі болып тұр. Қыздар, сіздерге слайм жасауға ингредиенттер болмаса, онда мұңаймаңыздар, аналарыңызға нан илеуге көмектесіңіздер. Ал енді сары мен қызғылт түсті араластырып көрейік. Қандай түс шығады екен? Мынау күшті шықырлап жатыр. Сонда сары мен қызғылтты араластырғанда мынандай бір түс шығады екен. Достар, бұл қандай түс деп ойлайсыңыздар? Комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Достар, сіздерге біздің слайм жасағанымыз ұнады ма? Ұнаса, лайк басыңыздар. Енді біздің каналға тіркеліңдер және қоңыраушаны басыңдар.
Sodan sizler болашақта түсіретін видеоларымыздың бәрін көре аласыздар. Бізден сіздерге шағын конкурс бар. Ол шарттары каналға тіркелу, лайк басу, комментарий жазу. Оның ішінен кездейсоқ тәсілмен 2 жеңімпазды таңдаймыз. Сонымен оларға осы 2 слаймды жібереміз. Сау болыңдар, достар! Бізбен болғандарыңа рахмет! Балалар, болды. Слаймды көп ойнауға болмайды. Жарайды, анашым. Бексұлтан, болмайды дедім ғой. Балақай. Досым, каналда тіркел.